Ассалаумағалейкум, қырғызстандықтар, қырғыз елі қандайсыздар, жақсылар ғой? Мынау видеоны көріп қойсаңдар болмайды. Жаман нерв қозғап, мен шыдамай ақыры видео тарқанға тура келді. Опа. Қазақ пен қырғыздың арасына от салуға тырысатындар көбейіп кетті. Келесі видеоны қараңыздаршы. Қырғыз елінің ұлы қырғызы тапты мына. Қырғыздарды қараңызшы. Істе қырғыз деді. Мынау жасыл, аймақтың бары өте сондай ширек. Бұның бары тең француздардың көзінше мына. Азиядағы расалар. Тең түптері ана қырғыздардікі. Ал қырғыз көршілер, бұған не дейсіңдер? Болды ғой, жете шығар, бірдеңе болса қазаққа тиісесіңдер. Сендердің қазақта жалпы не күштерің кетті? Бізде не шаруаларың бар сендердің? Сендер Не болды бұға? Қазақ туралы бір нәрсе деді, жаңағы бала бір нәрсе деп қазақ деді. Қазақ деген сөз шықты. Просто ал француздарда бір сталинский ескі тарихи бір карта бар екен да. Ошол картаны көрсөтөт. Просто ал қазаққа тиешелүү сөз эмес, айтачы. Казактар силер аны укпай койсоңор деп болот. Просто ал карта кыргыздарга кайрылып атат. Мына улуу кыргызды билди, мына француздардагы бизди илгертен тааныйт экен деп, ал просто көрсөтүп атат. Анын эмнеси жаман? Дальше угабыз. бізге қызық емессіңдер. Біз мүлдем сендер туралы ойламаймыз. Сендер де ойламай қойсаңдар біздер туралы. Бір емес, екі емес, болды ғой уже. Тарихымызға таласасыңдар, салт дәстүрімізге таласасыңдар, мәдениетімізге таласасыңдар. Енді Тарихына талашып атабызбы? Тарих бизде бар да, бизде бар. Тарих действительно бизде бар. 5000, 10000 жылдык тарихыбыз бар. Писемный 3000 жыл нары тарихыбыз бар. Жазып турду. 5000 деп келет кейбир мээлерде. Но Кытайлардын тарихында кыргыз деп келет. Орустардын тарихында кыргыз деп келет. Мына француздардын тарихында мурун римдер бизге мына келгенде кыргыз деп бул жазып кетишкен. Бул не деген эми? Мына тарих бизде бар болгон үчүн ошол тарыхты сыймыктанып сүйлөйбүз да. Бада 5 бармак бардыгы бизде бар. Силер эмнеге талашып атабыз? Кайсыл? Мына кайсыл мамлекет илгерки тарыхында же болбосо илгерки бир картасында казак деп жазып коюптур? Өтө илгерки кыргыз экен деп өзбектердин тарыхчылары айтып кетти. Биз силердин эч нерсени талашпайбыз да. Силерди көрө албайт деп ойлобогула. Биз көрө албайт эмес, силер менен ишибиз дагы оюбуз дагы жок, чын. Дальше угабыз. Құдайдың берген 5 гектар жеріне ие болып, сол жақта отсаңдар, не істеп жүрсіңдер сендер? 5 гектар жерде, 5 гектар қана, мұны ушул абзер вообще буга чыган казактар көп та, буну колдогон казактар дагы көп. Ушундай ойлогончу 5 гектар эмес, биздикиче нормально эле. Көптөгөн мамлекеттерде мындай жерибиздин кеңдиги жакшы эле. Эми казактай чоң болбосок дагы нормально өзүбүзгө жараша жерибиз бар. Кудайга чечтүүлөр болсун. Бирок антип сүйлөгөн вообще болбойт. Вообще туура эмес сүйлөдүм, мыначы. Қазақ не істеді сендерге? Біз қазақ өзіміздің көршімізді Құдай қосқан көрші деп сыйлаймыз. Сыйлағанның құлы бол дейді қазақ. Біз сыйлаймыз ба? Сол сыйға лайық болуға тырысаңдар. Сыйлаганыңды билебиз. Кантип сыйлап койдуң? Не деп сыйлап койдуң? Кана. Бир. Сыйлаганың барбы? Не деп сыйлап койдуң? Көп барды сыйладыңбы? Эмнени сыйладың? Айтчы. Эмнени сыйлаганың бар? Билебиз го, койчу. Жолдон өткөндө ошол Россиядан өтө турган бизден көптөгөн кыргыздарыбыз жаман запкы жеп атканын билебиз го. Канчадан кыргыздар калып кеткенден билебиз. Канчадан кыргыздар ошол жолдон чыкпай калганын билебиз. Мына сый деп айтпай эле койчу сенчи. Мына сыйдан биз көрсөтүшүбүз мүмкүн, чынында. Мына кыргыз казактар келип атат, жакшынакай эле кыргыздар тууралуу жакшы видеолор түшүрүп кетти. Бирок мен билбедим, бир кыргыз барып казактардын жерлерин мактаганын билбейм да. Мен же видеосун тартпайбы, же билбейм. Билбейм мен чынын айтканда. Кайсы сыйын көрсөттүң? Кайсы сыйын айтат? Бірдеңе болса қазаққа тиісесіңдер. Мақтанасыңдар. Ойбай, қазақ деген халық болмаған, сендер қырғыздан шыққансыңдар. Қырғыз сендердің аталарың дейсіңдер. Көкелер, сендердің көкелер дейт. Көкелер деген бул өтө туура эмес сөз. Эгер грамотный өтө мындай жүрөгүндө ушундай бир ушунчалык жамандарды жаман көрүү болбогондо бул ушул сөздү сүйлөбөйт болчу. Көкелер деп болот. Элестеткиле. Биз көкелер эмес, биз кыргыздарбыз. Антип бизди мына адам ордунда көрбөгөндөй сүйлөп атасың сенчи. Жок, андай деген болбойт. Биз казакты казак деп эле айтабыз. Казактар же биз башкача атадыкпы? Бул болбойт. Токтогон. Бул вообще туура эмес. Манас деген эпостарыңды жазып берген қазақтар емес па? Мұхтар Әуезов пен Шоқан Уәлиханов жарыққа шығарды емес па сол Манасты? Мысал алатын болсақ, мықты болсаңдар, керемет екенсіңдер. Неге соны өздерің жаза алмадыңдар? Мына топаршылық. Манасты қазақтар жазып бергенін мен шундан билдим, бирок чынында. Балким жазса жазганда, бирок Манас эпосун ким айткан? Сыракбай Каралаев деген биздин манасчыбыз, улуу манасчыбыз болгон. Ал 3 томду бир отурганда айтып отурган манасчыбыз болгон. Любой учурда, любой мээде айтып келген ал. Андан башка да эсимден чыгып атат, дагы бир манасчыбыз болгон. Ал дагы ошондой болуп. Биздин кыргыздардан башка эч бир кыргыз мээ улут Манасты айткан эмес. Ошон үчүн бизге тиешелүү ол Манас. Убагында Манасты таанышкандар ham болгон. Бирок акыйкат кыргыз экенин бардыгы кийин тарыхчылар дагы далилдеген. Бирок ошол манасчылар ооз эки айтып атса, кантип биз жазалбай коймокпуз? Эгер алар жазбаганда кыргыздар жазалбай калат деген түшүнүк бул туура эмес. Биз Кудай кааласа аны да жазмакпыз. Булар айтса болот, биз айтсак болбойбу? Ошол казактын жеринде убагында улуу каганат, кыргыз каганаты деген империя болгон. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Чынында ал болгон, ал тарыхта бар нерсе. Еврейлер менен арабтар дагы бир тууган болушкан. Барында булар бир тууган болушкан. Кийин ушунчалык бири-бирин жек көрүп калышкан да. Азыр еврейлер эмне кылып атат, бул мейлер да, арабтар. Палестина деген элди вообще жок кылып берди. Мына как раз азыр жаңылыктарды угуп атам мен. Чын айтканда Казакстандын президенти еврейлердин президентин кабыл алып туруп, жакшы болуп туруп, сонун болуп туруп. Кыргызстан президенти Палестинанын элчилигин кабыл алды. Бул да жакшы. Сен антып эле сүйлөй бербей, абзел. Анткен болбойт. Бир элди жаман көрсөтүп көрүү мынчалык даражада болуш керек.
Және қырғыз көршілер шынымен жерлері қандай болғанын көргілерің келе ма? Қараңдар келесі видеоны. Мен бұл картаны 2024 жылы солтүстік Қазақстан облысындағы Петропавлдағы Абылай ханның резиденциясынан түсіріп алған. Сол кездегі 18 ғасырдағы қазақ даласы. Міне астында Хиуа хандығы тұр, Бұхар хандығы тұр, Қоқан хандығы тұр және жоңғар хандығы. Қырғызстан, Қырғыз хандығы, жаңағы қырғыз елі деген дүние жоқ бұл жерде. Эми эмне болот? Өзүнүн Казакстандагы картасын көрсөтүп атат да. Эми ал картаны Казакстандан сырткары көрсөтө албайсың, чын айткандачы. Өзүң Казакстандагы ошол мектеп окуучуларына, же ошол казак элине көрсөтө ал тарыхын, ал картаны. Башка элге өтпөйт ал. Себеби башкасы эч ким ишенбейт аны. Нары картаны деле карап койгулачы. Берки француздардын картасын карагыла, бунун картасын кара. Француздардын картасы бойлы картага окшоп турат, туурабы? А мына карта эмне деген карта? Бир жаш бала чийип койгондой карта болуп атат да. Эми капа болбогула, бирок чындык ушул. Мен да өзүнө жараша сүйлөдүм, болгон ошол. Сөзүбүз менен кыргыз казак уруш кетпейт, просто эми кээ бир нерселерни өзүнө жараша жооп бербесе болбойт. Бирок жаман жиңгелип, жүрөк өйүп, чын айтканда. Мен просто ал сүйлөгөн үчүн сүйлөп атам. Ал сүйлөгөн үчүн сүйлөп атам. Эмес ал сүйлөгөндө башка ишим деле болбойт эле.